Мен енді осында жұмыс істеп жүрген жерде, адамдармен қарым-қатынас жасап жүрген жерде, мұғалімдердің арасында болғасын вакцина алу керек деп есептедім мен. Соған нетпей, как раз сәуір айында біздер әуелі біріншісін алдық, одан кейін екіншісін алдық, вакцина алдық қой. Вакцинадан кейін ешқандай не көп қиналған да жоқпын. Температурада бәрі де бұрынғыдай болды. Мен ойлайтыным енді өзің үшін де, әріптестер үшін де солардың да қамын ойлап вакцина алу керек деп ойладым. Вакцина алмаса қалай болады? Мен түсінбеймін. Осы кезге дейін сол вакцина екпе алудан бас тартып жүрген адамдардың не ойлайтынын.